Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен менің ең сүйікті рецепттердің бірі қытырлақ баклажаннан дайындалатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Барлық ресторандарда хит болып жатырған. Ең әуелі баклажанымызды жақсылап жуып тазалап алып, керек жерлерін алып тастайтын боламыз. Одан соң осындай ірі бөлшектерге турап, дәл видеодағыдай жасасаңыз болады. Араңызда әлі де тіркелмеген жандар болатын болса, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын баса кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Баклажандардың үстіне тұз себелеп, батып тұратындай қылып су құйып қоятын боламыз. Жарты сағат көлемінде судың температурасы маңызды емес. Одан соң жарты сағаттан кейін баклажандарымызды алып, құрғақ сүлгіге үстінен және астынан артық суын алып тастайтын боламыз. Осы қолыңыздың көмегімен басып жіберіңіздер. Менің қызым әдеттегідей маған көмекші болып жатыр. Одан соң бізге жүгері крахмал қажет болады. Жүгері крахмалын салып, баклажандарымызға араластыратын боламыз. Артық шыққан крахмалдың барлығын алып тастаңыздар. Алдын ала қызып тұрған майға баклажандарымызды кезек-кезек салып, қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде барлығын салып болғаннан соң осылай араластырыңыздар. Сол кезде бәрі бір келте пісетін болады. Қанша не керектігі жөнінде барлығын төменгі описание бөліміне жаза кетемін. Ендеше салатымызды жинауға кірісейік. Бізге рукола қажет болады. Руколадан кейін мен осындай черри помидорын алдым. Кез келген қызғанақ түрін алсаңыз болады. Міндетті түрде черри болу емес. Одан соң осылай баклажандарымыз өте көріп тұрғаныңыздай қытырлақ күшті болып шығады. Одан соң осылай баклажандарымызды жайғастырамыз. Дәл видеода да жинасаңыз болады. Өте әдемі, дастарханның сәнін алып күшті болып тұрады. Ең сонда творожный сырдан қостым осылай. Одан сайын әдемі қылып. Заправкасы менде кисло-сладкий соус болды осындай. Ең сонда кунжутпен бетін әсемдесеңіз өте керемет болып шығады. Видеоны осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.